Ал енді бағдарламамызды бастайық. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз көңіл күйді көтеретін тақырыптардың бірі, яғни жайдарманшылармен сұхбаттасатын боламыз. Қымбатты көрермендер, ендеше студияға жайғасқан біздің меймандарымызбен таныс болыңыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз күлкі өмірдің кілті деп аталады. Студиямызға жайғасқан меймандарымызға қояр сауалдарыңыз болса, хабарлассаңыздар болады. Біздің тікелей байланыс номеріміз 34 15 64. Алғашқы сағатымызды меймандармен таныстырып өтсем, Әуезов құрамасының мүшелері Ернұр Дүйсенов, Серікжан Ешанов, Дамир Рамазанов. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Алласымен, екі дүниесімен жақсы бір Аллаға шүкір аман есен. Таңғы көңілге қалай жалпы? Керемет. Ерекше ғой. Кәдімгі тісімізді сып бүгін бағдарламаға кәдімгі күштілеп келіп отырмыз. Күлкі өмірді ұзатады ғой, содан біраз көңілдірек отырайық дегенді ғой. Тамаша. Енді өздеріңізге тоқталайық, таныстырып өтсеңіздер, балалық шақтан бері осы қызықтыңыздар ма жайдарманға? Бір толығырақ өздеріңіз жайлы айтып беріңіздер, қалай жайдарманға келдіңіздер? Бір жеке-жеке тоқталып өтсеңіздер. Таныстырсам өзімді. Енді біз Әуезов құрамасы, осы командамыз туралы айтайық. Дамир деген командамыздың үлкен мүшесі, одан кейін Серікжан деген, средний мүшесі, одан кейін мен Ернұр деген. Және командамыздың тағы да балалар бар, Қуантқан, Нұрай, Перизат, және де диджейіміз Мақсатқа жалын сәлем. Біз енді 2016 жылы мынау қасиетті Қара шаңырақ Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы педагогикалық колледжде құрылдық негізі. Сол колледжде Шағангүл Алдамжарқызының қолдауымен, Арнұрдай ағамыз бар, сол кісінің қолдауымен құрылып, әлі күнге дейін қазір жайдарман сахнасында жүрміз. Осы карантиннің кесірінен бір жылдар осы жайдарман біраз барып спонсор болмай, спонсор болса енді осында отырған бағдарлама. Спонсор болмай бара алмадық. Енді осы жақында жайдарманның сағынып ойнап, қайтадан карантин бітіп жайдарманымыз ашылып жатыр, қуанып жатырмыз. Сол мен өзім жалпы жайдарманға қызығушылық мектеп кезінен басталған. Ағаларымызды көріп, Альянс жайдарман, Аягөз жайдарман топтарын көріп, сол кісілермен қызығып, 6 сыныптан бастап жайдарман ойнап келе жатырмыз. Жүктер өздерінде бірден келіп қоймай, қай кезде бастадыңдар жалпы? Мен оқу орнына келген кезде бастадым. 2015-те колледжға келдім, Алматыдан. Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы колледжға келген кезде біздің өзі колледжіміздің жыл сайын арнайы өзі бірінші курстарға арналған мерекелік кеші бар. Менің елім деген бағдарлама. Соған осы ағаларымыздан көрген КВН-де ойнап, сөйтіп көзге көрініп, одан кейін осы Ернұрдай Азамат екеумізді қосып, бір команда шығарып, осы біздің атымызды қорғандар деп, осы қалаққа қатысып, солай құрылдық. Содан бастап міне әлі күнге дейін бірге КВН-дас, біз өмірде доспыз. Жан жолдаспыз, әріптеспіз қазір. Түнде бірге ұйықтаймыз. Осы мен де өзім. Өзіңіз көрден қойыңыз. Коко. Әуелі Алла. Ойнап айтам. Ең бірінші мектеп кезінде ойнап жүрдік, 16-шы мектептің атынан 1-8-ден ұшып кете бердік. Несін жасырамыз оны. Сосын кейін колледжға түскен кезде екі досым келіп, бригададағы сияқты жайдарманға тартты. Содан бері біргеміз, 2016-тан бері 5-ші жылға кетіп бара жатыр. Әзірге жақсы келе жатырмыз деген сенімдеміз. Жайдарман ойнаудағы басты мақсат қандай? Мысалға танымал болу ма, жоқ әлде өздеріңіздің осы күнделікті көріп жүрген дүниені әзіл қалжыңмен жеткізу ма? Жайдарман ойнау, жайдарман жалпы азарт секілді ғой. Кіріп алсаң, жайдарман ойнау үшін осы жайдарманмен ауыру керек та, КВН-мен. Сонда ғана беріліп ойнайсың. Енді негізі мақсат енді әрине жайдарманның жоғарғы лигасында чемпион болу ғой, енді ол бүкіл жайдарманшының арманы деп ойлаймын, әр жайдарманшының арманы. Енді сондай мақсатымыз бар. Дегенмен жалпы түпкі мақсат осы жайдарманды сағынып, қалай айтсам болады, для кайф дейді ғой, өзіміздің ләззатымыз үшін, оның дайындығының өзі бөлек, реквизиттарын табудың өзі бөлек, мысалға соның барлығы жалпы жайдарманның өмірде де бізге талай пайдасын тигізіп жатыр да. Біз чемпион болмасақ та жайдарманға айтар алғысымыз өте көп негізі. Басында болатын жаңа, басқандай бір. Ең алғаш бастап жүрген кезде қыздар үшін ойнайсың жаңа. Қыздар үшін ойнайсың, сосын кейін актер болғың келеді жаңа. Сосын ойын жайдарманға кіріп кеткеннен кейін мақсатың өзгеріп кетеді, азартың ойын сияқты. Жалпы жайдарман не береді, бір тоқталып өтсеңіздер? Жайдарман не береді?
не үйретсек өзіміз? Енді сана сезімді тез қалыптастырасың, ойлау қабілетің бөлек болады шын. Басқа балалардан қарағанда сен мысалы дүниені басқалай көресің. Қазіргі кезде жалпы енді талай сұхбаттардан да естіп жүрген шығарсыздар, енді қандай проект болмасын, қандай бір кино болмасын, сериал, фильм, ютубта қандай жағдай болмасын, барлық жерлерде кем дегенде бір жайдарманшыдан бар. Рас. Мен мысалға өздеріңіз білесіздер, осы Қазақстанымыздағы жақсы дамып жатқан Сәлем Сошыл деген, соның өзінде барлығы жайдарманшылар, біздің ағаларымыз жүр. Әрі семейліктер ғой деймін. Әрі семейліктер, міне осы Нұрлан ағамыздың да фильмін жазған біздің Аягөз құрамасындағы ағамыз, мысалға ол кісі де жайдарманшы, жайдарманшылар сценарийін жазады. Сол үшін жайдарманның тигізер пайдасы өте көп. Бізге де ақырындап тигізіп жатыр ғой, енді пайдасы өте көп рас. Жайдарман ойындарына тоқталайықшы. Кез келген жайдарман лигасында ең бірінші редактура болады. Яғни сіздердің ойнайтын әзілдеріңізді сол кезде қоямыз, тексереді. Сол кезінде мысалға ойынға алып келген көптеген сол ойындарыңызды сызып тастаған кездер болды ма? Одан кейін мысалға сіздер қайтадан ол жерге жаңа әзіл дайындауларыңыз керек. Осы кезге тоқталайықшы. Көп болды ғой ондай көп қой. Мысалға барасың, бүкіл әзілін сызып тастаған кезде болады. Бүкіл бастан аяқ әзілін сызылады, түк жоқ. Сол кезде қалай істейсіздер? Сол кезде кетеміз десең. бір моменттер болады. Ештеңе әзіл шықпай қойды ғой. Мүлде әзіл шықпайды. Мысалға негізі енді біраз болсын әзіл жаза алатын адамыз ғой, бірақ именно сондай кезде бір әзіл шықпай қояды. Енді момент дейді ғой, әр нәрсенің өз моменті. Мысалға ойынға 2 сағат, 1 сағат қалған кезде сен 7 күн, 1 ай дайындалмаған сценарийінде аяқ асты сол моментте шығып кетуі мүмкін да. Ал негізгі сценарийді, ойынның сценарийін кім жазады? Ойын сценарийін үшеуміз жазамыз. Бізде негізі барлығы жазады, шын музыкант қайын жазады. Шын біз музыкант қайын идея айтып. Оң кісілау енді. Соған дейін идея айтып. Командный ой ма? Енді бір сахнаға оралайықшы. Сахна, декорация, шықтыңыздар, кейде бір импровизациялық жағдайлар болады. Сөзін ұмытып қалған жағдайлар. Нақты сұраққа тоқталайын, қандай қызықты оқиғалар орын алды сахнада? Енді ол туралы көп енді. Мынандай бір жағдай болды. Бізде Серікжан деген бала ойын бәрін бітіреміз ғой, енді ақырға әзіл ойнап, команда откат дейді, сонда жиналамыз. Жиналғанда ақырғы қорытынды сөзді осы кісі айтып отырады, міне көкеміз, үлкен арамызда. Осы соңғы сөзді осы кісіне береміз. Ол кісі әрбір ойында соңғы сөздің барлығын шаяды да бұл кісі. Шаяды деген ана. Одан кейін мынандай бір қызық жағдай болған. Алинұр дейтін командамызда бір жайдарман, командамызда бірге ойнаған, кейіндер басқа команда ойнап жүр. Сол енді сахнаға шықтық, өте маңызды ойын, жартылай финалға өту керек. Ойынның басы шыға салдық та бір сөзі болады. Міне біздің Алинұр деген жігіт бұл ғалым, тапқыр деген секілді. Жағаға платок қояды ғой, көп жігіттер. Сол платок қойғанды мен шығарғам деп айту керек та. Жағаға платок қояды. Бүйтіп жеңді бүйтіп түрткен кезде жаман болып кетеді ғой деп анау сөздің бәрін ұмытады да. Дайшысы мен де тұрып, мен сөйлемеймін. Аяқ жағы мынау айту керек, мынау сахнадан кетіп қалады. Ойынның басы бардак болып айту. Аяқ жағында біраз дұрысталып алдық та, енді мен ренжіп жүрмін да, енді эмоцияға келіп кеткен ма, мынаған мынау ойын соңында бұл тағы да сөзін ұмытады. Алинұрға барып ренжідім сен. Ол еще биатлон деген жарыс бар, сонда енді шығып бара жатырмын керек. Бұл қағазын жауап алған, бұл қағазын іздеп жүр. Мыналарға осып жүр, бұл қағазын іздеп жүр. Содан бал көтереді, бірінші конкурстан кейін бізге максимальный бүкіл 5 көтереді. Соның бәрін ұмытып кеттік айту. Шүкір, сол кезде бірінші орын өттік қой, емес ол енді? Бірінші орын өттік. Немеу деген баламыз болатын. Қалсын Қазақ фестиваліне қатысып, бас жүлде алатын кезде ғой, енді әзіл хабарлау болып жатыр ғой, енді негізі әзілді былай хабарлау. Микрофон айтамыз ба? Біз өлең айтамыз ба? Қолында микрофон жоқ, сол микрофон ұқсап дейді, айтып тұрғанда бар. Ол жай. Мұғаліммен жақсы араласатын бала деп хабарлау керек та ана әзілді. Одан шығып алады да сахнаға. Мұғаліммен жақсы араласатын бала оқушы дейді ғой. Жоламанда братандар бар дейді ғой. Демеудің. Тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр. Енді үлкен республикалық жарыстарда жүрсіз, жан-жақтан үлкен қалалардан, облыстардан кеп командалар қатысады, командалар сайысады. Сол тұста жалпы командалардың қарым-қатынасы қандай бір-біріне деген, немесе толық нақты сұрақты қояйын, семейлік жастардың бір-біріне деген қарым-қатынасы қандай қазіргі уақытта? Өте жақсы деп айтуға болады. Қаланың ішінде біраз бәсекелестік болады енді.
Дегенмен де Жайдарман бұл достықтың мекені деп айтсақ артық айтпағанбыз. Мысалға басқа қалаларға 5-6 команда бірге қатысып, жарысқа бірге ойнап жатқан кезде бір-бірімізге керісінше ол жақта тіпті кәдімгідей вообще жақындасып кетеміз да, кәдімгі бір-бірлерімізбен араласып, бір-бірімізге көмектесіп, сахнаға реквизиттер шығару керек болса, сол семейлік достарымызға айтып, ол кісілер бізге, біз ол кісілерге біз ол кісілерге көмектесіп сөйтіп. Ол жақта тіпті жақсарады достық. Жалпы жақсы енді біздің осылай Жайдарман қандай да бір мысалы футболдан жарыс жасап жатады, мына өзіміздің Еркебұлан ағаларымыз жайдарманшылар бір-бірімен араласын деп, мынау өнер барысы деп, Жайдарман барысы деп алғаш бастағанда сол кісілер ғой. Сол енді Жайдарманда жалпы достық өте жақсы деп ойлаймын. Шығысқа қызыға қарайды Жайдарманға шын. Иә, басқа жақ шығыстың лигасына қызығып қарайды. Жалпы қазіргі таңда өзі әлеуметтік желілердің ішінде, мысалға YouTube желісін алатын болсақ, яғни YouTube платформасында қазір жоқ дегенде кез келген жайдарманшы стендапқа қатысады. Яғни қазақша стендапқа, одан кейін подкастқа. Сіздерде қалай? Болашақта стендапқа бару ойда бар ма? Немесе сол стендапқа қатысқан араларыңызда мүшелеріңіз бар? Бар. Көкеміз бар. Серікжан, осы семейде ұйымдастыру. Кез келген нәрсе пайда болғаннан кейін көргім келеді ғой. Әрбір нәрсе. Сөйтіп көрдік, стендап деген алғаш семейде шыққаннан кейін шығып көрдік. Онда енді анайы боғау сөздермен айтылады екен. Сосын біз де айттық енді. Ұялмай. Сосын кейіннен сол видеосын мамасы көріп қойған ғой жаңа. Бұл да мамасына көрсетіп мақтанған ғой. Мен стендапқа бардым, күлдірдім деп. Содан бұл боқтап тұрған, содан мамасы айтқан, болды енді стендапқа барма деген ғой. Енді деген ғой, қытаға бар деген ғой. сөйтіп қойып кеттік. Аяқ жағы тоже сөйтіп. Бірақ ол да андай миды тоқтатпаудың бір немесі ғой. Еркін тақырыпта ғой стендап. Ал подкастқа бару ойда бар ма? Мысалға, себебі подкаст қазіргі таңда белгілі бір тақырыпқа көзқарас қой. Қарап отырсаң, оны жай ғана өзіңнің ойыңды білдіру, яғни қоғам не дейді деген сұрақпен өзің шешесің. Мысалға, өздеріңіздің әлеуметтік желілерде соның ішінде YouTube-қа, подкастқа шығу ойда жоқ па? Мысалы, өз құрамдарыңызбен немесе басқа бір тағы бір жайдарманшылармен? Семейде жалпы медиа қатты дамымаған ғой негізінде. Алматы жақта көбінесе сондай. Енді біз алғашында ойлағанбыз негізінде. Біз подкаст емес, шағын метражды сериал, 3-4 минут. Сондай ойладық. Енді болашақта болып жатса, онда істейміз. Әзірге подкастқа шақырса баруға болады ғой. Шақырса баруға болады. Қазақстанда жақсы кетіп отыр. Бірінші ол кезде лицо керек болады, бірінші көру үшін де подкасты да. Бірінші лицо қалыптасу керек. Содан ба қазір өзі подкаст болып отыр ғой, негізі күшті болып отыр ғой. Мысалы қарап тұрсаң, бір лицо жоқ адам подкастын сен өзіңе де қызық емес та, көргің келмейді оның үшін. Ол үшін лицо қалыптасу керек. Сол кезде барып подкаст түсірсең, ол саған да елге де сенікі қызық бола бастайды да, мысалы. Шын айтамын. Ал алдағы жоспарлар қандай? Мысалға, тағы да бір жайдарман, енді сіздер жақында Шығыс Қазақстан облысының әкімінің кубогының бас жүлдегерлерісіздер. Енді қандай сайыстар күтіп отыр? Мысалға, жайдарман өзінің Есен ағамыз қалыптастырған өзінің жайдарман лигасы бар. Соған бару ойда бар ма? Мысалы, бардыңыздар ма? Енді жауап бере берейін бе? Жауап беріңізші. Ола сөйлей беріп бермеңіздер. Мынау енді бұйырса ауылда жоспар болғанда енді жақында Талдықорған қаласында Алматы облысының әкімінің клубы болады. Сол ойынға барғалы жатырмыз. Бұйырса 19 қараша күні нәсіп етсе. Енді біз Есен ағаның лигасы болғанда енді Жайдарманда премьер-лига, республикалық премьер-лига ойындарында былтыр ойнап, финалына жетіп, финалист 4-ші орын алып қалдық. Одан кейінгі жылы, осы биылғы маусымға, енді сол жаңағы айтқандай, демеушілік болмағаннан кейін, жаңағы карантин уақыты болғаннан кейін, жұмыс бабымен болғаннан кейін біз осы маусымға бара алмай қалдық. Енді бұйырса осы келер маусымда Алла нәсіп етсе барамыз, қайтадан Жайдарман ойнаймыз ғой. Әуезов құрамасының ерекшелігі қандай? Басқа КВН командалардан? Ерекшелігі біз көп ұрысамыз дейді. Бізде стиль жоқ қой. Нақты белгілі бір командаларда стиль болады, мысалы күтесің да кез келген қазір мына жақтан мынау шығады, андай нәрсе айтады, бізде ондай жоқ. Музыкаға жақын. Иә, бізде қалай бар, солай жазамыз ғой біз. Қолымыздан қалай келеді, Қарапайымдылық дейсіз ғой. Қарапайым. Иә, қалай бар, солай өмірде қандай әзіл көреміз, сол сахнаға шығарамыз. Болды, ондай бір қатты бүйтіп қиялға беріліп, бүйтіп
неше түрлі енді фантазиямен командалар шығып жатыр ғой. Жақсы, ол өзімізге де ұнайды ондай командалар. Бірақ енді адам өзінің қолынан келген нәрсені істеу керек қой. Біз қолымыздан қалай келеді, солай халыққа береміз. Біз солай үйрендік, солай келе жатырмыз да. Тамаша. Енді әр нәрсенің шегі бар. Қай уақытта тәмамдайтын ойларыңыз бар? Пікірлеріңізше? 50-ге келгенде шығар дейсіз. Бұл жағына ойламаппыз, шыны керек. Жайдарман таяқтауы деген ол кедергі емес бізге. Жоқ, кез келген нәрседе, спортта да болсын айтады ғой. Жастар саған қай кезде қою керек екенін көрсетеді деп ше. Біздің де қоятын кезімізде, вот қазір өсіп келе жатқан жас жайдарманшылар мықты дәрежеге жеткен кезде біз де өзіміз айтамыз ғой, болды қоя қойып. Жас жайдарманшыға өздеріңіздің ағалық кеңестеріңіз десе, қандай кеңес айтар едіңіздер? Көке. Сондай. Өзімізге де кеңес керек. Ең бастысы бар ғой. Иә, өзімізге де кеңес керек адам ғой. Бірақ енді дегенмен де бәлкім енді бір 3-4 адам бар шығар енді бізді білетін, кішкентай балалар, мектеп лигасында ойнайтын. Ол кісілерге, ол балаларға айтарымыз, ең бастысы еңбек қой. Любой жайдарман болмасын, еңбектену керек. Еңбектенсең қолдан келмейтін нәрсе болмайды. Барлығын істеуге болады, барлығын жасауға болады. Тамаша. Жалпы семейлік жерлестеріміздің, ашығын айтқанда көрермендердің белсенділігі қандай? Жайдарманға деген. Жайдарманға деген сұраныс қазір қандай? Белсенділіктеріне тоқталып өтсеңіздер. Кез келген біз неше 3-4 қалада болдық қой. И семейдің көрерменіне жететін көрермен жоқ. Біз үшін. Біз басқа қалада мысалы бірінші лиганың чемпионы болған кезде біз семейде чемпион болған сияқты, андай семейде чемпион болған жоқпыз ғой негізі. Бөлек семейде болған. Ондай ләззатты сезе алмадық та ол жақта. Білмеймін, семейде чемпион болу біз үшін патология еді. Бірақ та әлі арман ғой семей. Республиканский жарыс болды ғой негізінде. Ол республиканский жарыс болды. Ол бірақ бөлек бүтін жоғары семейден. Бірақ енді Семейдің көрермендерінің жалпы семейдің халқы жоғары әзілдерді бағалайды ғой. Ұсақ-түйек әзілдерге күлмейді. Көрерменнің талабы жоғары болғаннан кейін сондай талапқа сай әзіл әкелуге тырысасың да, ал ол әзіліңді жаңағы республикалық сайыстарға қорықпай апара бересің. Өйткені семейдің залына тексеріп аласың да. Команда талғамайды, сосын бір жақсысы бізде. Иә, семейде. Ойнаған ойынына қарай сай шапалақ. Сосын басқа жаққа барған кезде, мысалы Қызылордаға барып ойнады, Қарағанды, Алматыға барып ойнады, ол жақта біраз басқа жақтан команда келсе, шет жақтан сын көзбен қарап отырады екен да. Ал біздің семейдің халқы керісінше, мысалы. Қонақжайлылық қатты Сол үшін семей көрермендеріне рахмет айтамын. рахмет. Ал енді тағы бір сұрақ қояйықшы. Жаңа айтып өттіңіздер, көрермен дедіңіздер, сахна дедіңіздер. Сахна жатырқаған кез болды ма? Себебі кез келген өнер адамы енді жайдарман да өнер ғой. Сахнаны жатырқайтын кездер болады. Сахнада бір қорқыныш болатын кездер болады. Ол жердің техникасына деген қорқыныш болады, аудиторияға деген қорқыныш болады. Сонда кезде мыстарыңызды басқан кездер болды ма? Иә, ондай болады ғой. Әр ойында болады негізі қобалжу. Енді мыс басатын кездер енді шыққан ұмытасың ғой бәрін. иә бүйтіп бүйтіп сахнаға бүйтіп басында шығып алып бүйтіп кеш шақ семей дегеннен кейін уже ақырындап келіп аласың да сахнаға. Ал негізі енді мыс басу деген ол енді көрермен көп болған кезде ондай шын андай бас кезінде болған шығар. Енді ақырындап үйреніп алдық қой. Жайдарманшы ол кез келген енді ең алғаш республикалық жарысқа мысалы премьер лиганың ол жақта ештеңе көрмегенсін Астанаға ең алғаш барғанбыз, баламыз ол кезде бәріміз 15-16 жастағы баламыз, бәріміз пойызға отырып алып 7-8 бала тиеліп, ана жақта ағаларымызды көріп бәріміз фото түсіп, вот енді ол кезде бөлек. Енді ол әрбір жайдарманшының арманы Астанадағы маусымашаға бару. Ол үлкен бір мереке ғой. Барып ол жақта өнер көрсетіп, ол жақта эфирға шықпайсан да жай бір сахнасына шығып ағалардың алдында бір сондай Есен аға, қаншама редакторлар бар, сол кісілердің алдында өнер көрсетесің. Енді ол кездің мысы бөлек енді ол кезде. Иә, тамаша. Енді жақсы сұхбат болды, әдемі сұхбат болды. Қазір күте тұр. Мен тағы бір сұрақ қойғым келіп отыр. Қазіргі таңдағы әзілдер арзан болып кеткен жоқ па? Осы бір сұрақты қояйыншы, себебі қазір бұрынғы емес, мысалы бұрын Тамаша, Шымкент шоу, Бауыржан шоудың әзілдері мен қазіргі әзілдердің арасындағы арақашықтық жер мен көктей десек те болады. Қазіргі көрерменнің сұранысы әзілге деген арзан емес пе? Арзан әзілге күліп жатамыз ба? Енді арзан әзілге күліп жатыр. Иә, көп болып кетті ғой, өйткені TikTok қарайтын жастар көбейіп кетті ғой. Ал TikTokта арзан әзілдер өте көп қой. Мен ойымша негізі жалпы Қазақстанда медиа өте қатты дамып жатыр да. Қазақстанда СНГ-да мойындап жатыр, мысалға қаншама веб-сериалдар, соның барлығы енді әзіл жағынан болсын, медиа жағынан енді барлығы ол жағынан жақсы дамып жатыр. Значит, онда халықтың сұрауы бар да жақсы жағынан.
Мысалға әзіл жағынан да мысалға жақсы проекттер көбейіп жатыр. Халықтың сұрауы бойынша, енді халықтың талғамы бойынша, мысалға қазір тамаша көретін жастар аз сияқты негізі. Әр нәрсе өзінің әр заманына сай ғой. Уақыты бар. Әр нәрсенің өзінің уақыты бар. Мысалы бұрын тамаша көрсе, қазір жайдарман көреді, болмаса блогерларды көреді деген сияқты ғой. Одан кейін жаңа айтып өттіңіздер, енді TikTok желісі деп отырмыз. TikTok емес, TikTok, Instagram желілерінде қазір вайнерлер өте көп. Саны бар, сапасы жоқ вайнер өте көп десек те болады. Өздеріңіз вайнға қалайсыздар? Енді кез келген жайдарманшы қазір вайнер десек те болады. Иә, вайнға жақсы болғанда енді түсірдік, сол карантин уақытында үйде жатып, тоже сол ми тоқта қалмасын, жаңа біраз болсын процесста жүрейік деп, өйткені вайн жазасын, жаңа оны түсіресің. Оны да жаңа Серікжан айтып өткенде бір нәрсе шықса, оны көру керек болады да. Қолымыздан келгенше. Өтті ма? Қабылдады, иә, жақсы. Өтті. Кейбір вайндарымызды Инстаграмнан өшіріп, әзілік ойнаған кездеріміз болды, жайдарманның сақтасында. Кейбір әзілдерімізді басқа жерден, деп телевизорда көріп қалған кездеріміз болды, мына біздің әзілдер ғой деген сияқты. Сол Басқа бір вайнерлер алған кездер болды, әзілдерімізді шыны керек, ойында ол. Басқа бір жайдарманшыларға сценарий жазған кездеріңіз болды ма? Иә, болды. Мектеп лигасының сол, ол да тоже қызықты ғой, жайдарманшы болғаннан кейін жазылған. Мектеп лигасында жеке-жеке бір командадан дайындадық, сосын шәкәрім лигасы бар, сонда дайындадық. Студенттік лигада Серікжан тоже өз командасын дайындап, финалға шығарып, екінші қаламыздың. Рахмет. Енді жігіттер, сәттілік тілейміз, тек қана алға. Біздің тілегіміз сол, халықтың әлі барлық әдемі салиқалы әзілдеріңіз көп болсын, сапалы әзілдеріңіз көп болсын. Жас ұрпаққа тамаша бір өздеріңіздің қалдыра беріңіздер дегенімізге тарттарыңызға жақсы ұрпақ қалыптастырып. Енді таңғы тілектеріңіз болса, мархабатты семейліктерге. Аллах көкелерімді құрметті Семей қаласының тұрғындары ал, баршаларыңызға қайырлы таң, бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Не деймін енді, 2 жас уақыт болсын бізде қалжыңмен. Әрдайым осындай бағдарламалар көбейе берсін Семей қаласында медиа саласы дами берсін. Азамат директор болып кетсін. Сол, өзің бірдеңе дейін. Саған қосыламын. Баршаңызға қайырлы таң. Мен анам көріп отыр еді, Алматыдан көріп отыр. Анама сәлем жолдаймын. Ана қалыңыз қалай? Шын? Сіздерді көріп отыр. Алматыдан қарап отыр. Дамирдің анасына сәлем жолдаймыз. Болдыңыз. Сау кеттім. Аман болыңыздар, бар болыңыздар, ешқашан шаршамаңыздар, күліп жүріңіздер, таңдарыңыз керемет атсын, керемет батсын, сіздерге ақ жол, бақытты болыңыздар. Нұр. Қайырлы таң, Семей жұртшылығы, шығысымыздың жұртшылығы, аман болыңыздар, бар болыңыздар, ең бастысы денсаулық. Және Дамир айтып өткендей рас, барша біздің командамыздың аналарына, және де бізбен бірге келе алмай қалған, және осы эфирға келе алмай қалған барша командаластарымызға жалынды сәлем. Жақында біздің командамыздың мүшесі Қуантқандай ұлымыз үйленіп әке атанды, сонда осы арқылы құттықтап жіберейік. Барша біздің танитын жандарға, Сабырбаев дейінарға, барлықтарыңызға жалынды сәлем. Одан кейін өздеріңізге шақырғандарыңызға көп рахмет. Әрқашанда осылай Қазақстан Семей арнасы дами берсін, өсе берсін, өркендей берсін. Тек қана биік жетістіктерге үлкен рейтингтар сіздерге бұйыруды нәсіп етеміз. Өздеріңізге де жеке осы журналистика жолында үлкен белестерді бағындырып, республикалық арналарда көріп, бұйырса сол арналарда сіздермен тағы да бір сұхбаттасуды Алла тағала нәсіп етсін. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Келгенімізге және шақырғандарыңызға көп рахмет. Келгендеріңізге, расымен де қашанда кез келген адамға таңғы тілек, ол күні бойғы көңіл күйге әсер етеді. Сіздерге де келгендеріңізге көп рахмет. Уақыттарыңызды бөліп, бізбен дидарласқандарыңызға, біздің кішкентай көрермендеріміздің, кішкентай жайдарманшылардың көкейінде жүрген сұрақтарға жауап таптық деген ойдамыз. Студиямыздың 2-ші сағатына жайғасқан мейманымызбен таныстырып өтсек, Ермек Болатбекұлы, фитнес нұсқаушы. Қош келдіңіз, көңіл күйіңіз қалай? Саламатсыздар, көңіл күй тамаша. Барша қазақ халқына, барша Семей халқына қайырлы таң тілегім келеді.
барлығы шүкір жақсы. Рахмет. Жаңа біз енді таңғы жаттығуды көрдік. Таңғы жаттығудың пайдасы қаншалықты тиімді? Расымен біз үнемі айтып өтеміз ғой, себебі сергек жүру үшін көңіл күйге тікелей әсер етеді деп. Бұл қаншалықты рас? Енді нақ осы саланың маманы болғаннан кейін сізден сұрайықшы. Таңғы жаттығудың маңызы қандай? Жақсы. Бұл таңғы жаттығудың маңызы негізі мен енді жалғыз жаттықтырушы ғана емес, мен негізі медицина саласында қызметкер болғандықтан, бұл негізі қан қысымымен ауыратын кісілерге, неғұрлым зардап шегетін кісілерге өте пайдасы жоғары. Себебі қан айналымы мысалы түнде ұйықтаған кезде адам бір қалыпта жатады. Аяқ астынан бір серпіліс кезінде мысалы таңертең аяқ астынан жұмысқа кетіп қалған, аяқ астынан физикалық нагрузкалар түсірген барлығы бұл денсаулыққа кері зиян болады. Сондықтан организм өз-өзін дайындау үшін өз-өзін стресске келтіреді. Бұл таңғы жаттығу соның негізгі әсері болып табылады. Және көрсетіп жатқан суставтық негізі сіңірлік жаттығулардың барлығы бұл қан айналымын жақсартады. Негізгі мақсат бұл қан айналымын жақсарту, қан айналымы қалпына келгендіктен адамның барлық стресстік жағдайға келесі алда болатын жұмыс күніне дайын болады. Демек, оны таңғы жаттығу жасау жүру, ол пайдалы дейсіздер ғой. Расымен де біздің көрермендерімізге онда таңғы жаттығудың пайдасы өте зор екендігін айтқымыз келеді. Бізбен бірге қайталап жүріңіздер. Тіпті таңғы жаттығуға уақыт таппасаңыздар, есіктің алдына 15-20 минутқа баяу жүріспен жүріп қайтсаңыздар болады. Оның өзі де қан айналым процесіне өзінің үлесін тигізеді. Енді Ермек мырза, бір сұрақ қойғым деп отыр. Жалпы қысқаша өзіңіз таныстыра өтсеңіз, қандай тренер, бір толығырақ айтып өтсеңіз өзіңіз жайлы. Негізгі мен өзім жұмыс істейтін негізгі мамандығым, негізгі алда қойған мақсатым негізгі дәрігер болу. Дәрігерлікке қалай келуге негізгі бір өзімде ой болды. Тағы бір жақсы бір мүмкіндік бұл өзімді тренер ретінде, яғни жаттықтырушы ретінде көрсету. Атап айтқан бір қатты қиыншылық болған жоқ, адамда ерік жігері болса болды ғой негізі. Ерік жігермен алдыға қарай ұмтылу. Алдыға ұмтылдым. Негізгі қазір өзім айта кететін болсам, медицина университетінің студенті болып табыламын. Бакалавр мамандығын бұйырса осы жылы аяқтаймын. Сосын ары қарай спорттық медицинаға қарай осы Қазақстанда негізі артта қалып жатқан медицина салаларының бірі. Соны бір дамытсам ба деген ойдамын. Ал өзім фитнес инструктор болып істегеніме бір жылдың көлемінде болды. Фитнестан бұрын басқа мен емдік сауықтыру мен айналсам, яғни барлығымызға танымал бұл ФК деп түсіндіріп атады, орысшалап айтатын болсақ, негізгі соны жүргіземін. Бірақ қазіргі өзімнің енді қарамағымда деп айтсам да болады. Енді мысалы маған жаттығуға келіп жүрген кісілердің бір 25% именно негізгі осы көбінің қан қысымы жоғары көтеріледі, көбінде белінде ауру қазіргі өзі көп дамып кетті ғой, мысалы грыжа дейді, жарық мысалы, и протрузия деген негізгі диагноздар. Оның бәрі кейбір адамдар бұны өздеріне бір үлкен бір ауру секілді қабылдап алады. Менің мақсатым сол аурумен ғана емес, сонымен өмір сүріп, жақсы көрсету өз-өздерін қалыпты өмірде. Не себепті фитнес нұсқаушы болуды таңдадыңыз? Мысалға, көп адамдарда мысалға өздерінің жаттықтырушыларына көңілдер толмағаннан кейін басқа адамдарға өзінің көңілінен шығатындай жаттықтырушы болуды көздейді. Сізге не түрткі болды? Инструктор болу үшін, бірінші кезекте инструктор болу адамға мысалы біреуге көмектесу бірінші мүмкіндік. Бұл негізі былай болды, негізі залда міне өзім айналысып жүрген кезде өзімізбен бірге айналысып жүрген балалар сұрайды, былай енді өзіңнің спортта, именно фитнеста өзінің тәжірибең болғандықтан көрсетесің. Сосын андай сұрақтар болады, менімен бірге тренировка жасашы, бірге жаттығайық, ақшасын төлеймін мысалы. Сосын ойландым өзім, мысалы өзіме жақсы іс, өзіме жақсы, мысалы кеудеме жақсы, өзіме жүрегіме жақын нәрсе, онымен қоса табыстауға болады, неге болмасқа. Ол тура сол мақсатта, тура осы мамандықта бәрібір сол жаттығу жасайын дейсің ғой. Бәрібір соны жасаймын, плюс ар жағынан тағы. Ал жаттығу барысында денені қалай дұрыс қыздырған абзал? Мысалға, кейбіреулеріміз денені қыздырмай жатып жаттығу жасауға кірісіп кетеміз. Бұл сіңірдің тартылуына келіп соқтырады. Осы тұста қалай дұрысынан денемізді қыздырып алғанымыз керек? Негізгі мынандай бір стандартты негізі жүйе бар. 220 санын әр адам өз жасымен, мысалы менің жасым 25-те болса, 220-ны 195 азайтам, 195 шығады. Бұл негізгі біздің жүрек соғысына, ең негізгі бізде маңызды бұл қан қысымы ғой. Қан қысымына байланысты біздің жүрек соғысы, яғни тахикардия болып кетуі мүмкін. 195-тен асырмау керек мен міндетті түрде. Сол үшін бірінші дене қыздыру
максималды түрде 12 минут, 7 минут, 12 минуттың арасында ғана болу керек, одан артық болмау керек. Одан кейін негізгі жаттығудың негізгі екінші бағыты бұл суставтық негізі сіңірлік қыздырнулар, яғни бағана айтып отқан созылу, растяжка деп айтып, стрейчинг дейді. Мысалы, қазір жақсы дамып келе жатыр, фитнес индустрияда жалпы негізі жақсы дамып келе жатыр. Стрейчинг, растяжка осының барлығын. Негізгі суставта бұл барлық қимылдардың бәрі бізде бұл патологиялық қимылдар болып табылады, физиологиялық емес. Сондықтан әр қимылды жастар алдында міндетті түрде алғашқы 3 повторениені ақырын жасау керек, асықпай түрде адам өз сіңірін, өз буынын қалпына келтіру үшін, одан кейін уже жылдам жасауға болады. Бұл негізгі мақсат. Ал әр жаттығудың арасындағы уақыт интервалы қанша болу керек? Бұл негізі адамның уақытына байланысты және адамның алдында қойған мақсатына байланысты. Егер әр адам мысалы салмақ қосқысы келсе, жоқ керісінше қалпындай ұстағысы келсе, ол екеуі екі түрлі болады. Яғни салмақ қосу үшін арасында уақыт жаттығуды жылдам 1 сағаттың ішінде, 1 сағат 20 минуттың ішінде бітіріп тастау керек. Себебі организм өз-өзін жеуді бастайды. Қазір түсіндіретін болсам. Ал егер адамның уақыты бар болып, ол жай өз формасын ұстап жүретін болса, онда уақыт арасындағы демалыс 1 минут, жоқ ең аз дегенде 3 минуттан демалыс болады. Ал егер сіз салмақ қосқыңыз келсе, немесе жүдегіңіз келсе, онда 1 минутқа дейін жетпеу керек демалыс. Әр неменің қайталымның арасы. Мына біздің семейліктердің жалпы спортқа деген қызығушылықтары қандай, жалпы белсенділіктері қандай қазіргі уақытта осы фитнеске деген? Қазіргі таңда негізі менің қуантады, қазір жас балаларға емес, мысалы өзім жүзінде жастағы үлкен кісілерде барлығы түсініп жатыр. Спорттың организмге жақсы әсерін, мысалы жалғыз спортқа емес, ол физкультураның өзі, мысалы айтады ғой орысша, спорт лечит, физкультура лечит деп. Мысалы жай ғана спортпен айналысу, мысалы өзімізге күнделікті далада серуендеудің өзі бұл спорт бізге. Бұл негізгі семейліктердің арасында қазір бір аяқ астынан бір немеге осы карантиннен кейін бір жақсы бір неме алды, негізі белең алды спортпен айналысу. Қазір фитнеста адам көбейіп келе жатыр, именно өзіміздің семейліктер. Жаңа айтып қалдыңыз, жоғарғы және төменгі қан қысымға байланысты жаттығу түрлері бар деп. Дәл қазір біздің көріп отырған көрермендеріміздің арасында енді орта жас 50 жастан асқан кісілердің көбінде осы бір аурулар симптомдары кездесіп жатады. Дәл қазір енді жаттықтырушы ретінде өзіңіздің қандай жаттығулар жасауға болатындығы жайлы айтып өтсеңіз. Мысалы, төменгі қан қысымдағы кісілерге және де жоғарғы қан қысымдағы кісілерге қандай жаттығу түрлері дұрыс? Қараңыз, онда бірінші төменгі жағы қан қысымындағы кісілерге айтатыным, ол кісілерге қан қысымының жоғары көтеру өте қауіпті міндетті. Өйткені өзім бұлшықет, мысалы біздің барлық денеміз бар бұлшықеттен тұрады, мысалы сүйектен және бұлшықеттен. Ал жүрек бұл ең мықты бұлшықет. Өйткені бұда жүректің бір шаршадым деген нәрсені айта алмайды. Мысалы шаршадым, ал қалған бұлшықеттер мысалы шаршайды. Сондықтан төменгі қан қысымындағы кісілер бұлардың барлығы жаттығуды интенсивно бастайды негізі. Бірақ бір темппен аяқталу керек. Тура сол қалай басталды, тура сол аяқталу керек. Ал жоғары қан қысымдағы кісілер, олардың қалыпты қан қысымдарының өздері мысалы жоқ дегенде бір 140-160-тан, диастолық қан қысымы 140-160-тан басталса, олардың максималды қан қысымы 180-200-ге жетпеу керек. Негізгі сондықтан олар жаттығуды төменгі реттен бастап ортаңғы деңгейге дейін жеткізеді. Бұл қан қысымынан ары қарай көтерілуін және жүрек қан тамырларының жүйесінің бұзылуына, арасындағы мысалы тромбоздар, неше түрлі немелердің пайда болуына алдын алып келеді, алдын алады. Сондықтан қан қысудың берілген немеге байланысты, жүктемеге байланысты адамға, соған байланысты болады. Ал жаттығуды қай уақытта жасаған дұрыс? Мысалға, кейбіреулер айтып жатады, таңертең жаттығу жасамау керек, себебі ағза әлі толық оянып үлгерген жоқ дейді. Ал кейбір мамандар айтады, жаттығуды түнде жасамау керек, себебі ағза барлығы ол жаттығуға дайын болмайды деп жатады. Осыған маман ретінде өзіңіздің ойыңызды айтыңызшы. Егер сіз мысалы күндіз таңертең ғана уақытыңыз бар, мысалы кешке жұмыс бар, барлығымыз енді бір тіршілікпен айналысып жүрген адамбыз ғой, жұмыс бар, одан кейін ары тағы да тіршіліктер болып кетеді. Соған байланысты кейбіреулер таңертең келіп жатады. Таңертең келген әрине жақсы, бірақ ол кезде ең маңыздысы осы өзіңіздің жеке жаттығушыларыңыз болса, ол сізге қандай программа
бағдарлама береді. Яғни бұл бағана айтқан секілді бірден жаттығуды бастап кетуге болмайды, міндетті түрде бастау керек бір темппен. Төменгі темппен, жоғары темпке қаратай ақырын ауысасыз. Ал егер бұл таңғы кезде, түскі кезде мысалы бұл уже негізі кім қандай мақсат, мысалы кейбіреулер болады бұлшықет жинағысы келеді, кейбіреулер мысалы жүдегісі келеді. Сондықтыларға мысалы түскі уақытта кім салмақ қосқысы келеді, солай түскі уақытта айналса, ал түстен кейін мысалы түстен кейін деген бұл сағат 4 пен 6-ның арасында ең негізгі жақсы уақыт бұл 2 мен күндізгі сағат 2 мен сағат 6-ның арасында айналысу. Негізі спортқа осы негізгі именно ауыр жаттығулар жасаған силовой нагрузка дейді, силовой тренировка дейді. Ауыр жаттығу жасау бұл негізгі осы уақытқа. Ал кешке жаттығу жасау бұл әрине бұл жаттығу дегеніміз бұл стресс қой негізі. Адам бұдан кейін ұйықтау қиындайды, ұйқысы нашар болады. Оның өзі жаттығудың өзі қалай болды соған байланысты. Қалай басталып, жаттығудың қалай аяқталуына байланысты негізі. Енді жаңа айтып өтті, тағы да бір жаттығудың енді дене жинау, яғни қазіргі таңда ұлдардың көбіне дейікші, мысалға денелерінің сымбатты болғанына көп көңіл бөледі. Оның ішінде түрлі гормондық дәрілер ішіп жатады. Одан кейін міндетті түрде жаттығу жасау керек болады. Бұл ағзаға кері әсер тигізбейді ме? Негізі гормондық дәрі дегенде бұл екі түсінік бар. Фармакологиялық негізгі дәрілер, ағзаға бұл гормоналды дәрілер. Екіншісі бұл дәрі деуге болмайды, бұл спорттық тағам. Яғни бұл спортивный питание қосылатын негізгі добавкалар. Бұларсыз үлкен спортта жол жоқ. Ал негізгі фарм дәрілер арқылы, мысалы, бұнда үлкен спорт, мысалы, бодибилдинг деп жатады, барлығымызға белгілі. Менс физик барлығы қатысып жатыр. Мысалы, жақында ғана Қазақстан біріншілігі өтті. Өзіміздің семейдің немесе Асқар барды, бірінші орын алды негізі Асқар. Дәл қазір бізге байланысқа шыққан көрерменіміз бар екен. Қайырлы күн, біз сізді тыңдап отырмыз. Алло, қайырлы күн. Байланыстасыз? Тікелей эфирдесіз. Иә. Алло, тыңдап тұрмыз. Иә, қайырлы күн, тыңдап тұрмыз. Алло, айта беріңіз. Байланыстасыз, біз сізді тыңдап отырмыз. Мен Паркинсонмен ауырып едім. Соған көкат жасайсыздар ма? Қайталап өтсеңіз сұрағыңызды. Паркинсон, естің. Естіңіз бе? Паркинсонмен ауырып едім, соған көкатқа баруға бола ма сізге? Жауап берсем болады ғой? Сізден сұрау. Әрине бұл негізі ешқандай ауру негізгі адамға бір неме болып табылмайды, бір шектеу болып табылмайды. Ол шектеуді бұл мысалы бізге беріледі, тек қана бұл оны аттып өту үшін. Яғни бұл немемен мен негізі айналсам, бұл диагнозбен де барлық жалғыз болған емес, басқа да мысалы бағана айтып отқан грыжа немелер бар. Сосын инсульттан кейін де восстановление бар, мысалы қалпына келтіру. ЛФК-мен айналсам, осы кісімен сөйлесіп ары қарай жалғастырып болады. Демек, онда біздің эфиріміз аяқталғаннан кейін, онда міндетті түрде бізге қайтадан хабарласыңыз, біз сіздің байланыс номерлеріңізді береміз, одан кейін өзіңіздің қандай жаттығулар жасау керек, немесе өзіңізге қандай өтініштермен хабарласу керектігін міндетті түрде өздеріңіз байланысатын боласыздар. Тағы да өздеріңіздің түрлі мысалға сырқаттардың алдын алу үшін тіпті қандай жаттығу жасау керектігін білгілеріңіз келсе хабарлассаңыздар болады. Біздің байланыс номеріміз 34 15 64. Жаттығуды аптасына қанша уақыт жасаған дұрыс? Жаттығуды аптасына жасаған бұл негізі бағанаға таңертең көрсетілген жаттығу мысалы, ол жай денені қыздыру. Бұны күнделікті жасаған дұрыс негізі. Күнделікті адам ұйқысынан ашып, өзінің денесін барлық организмді ояту үшін. Ал егер қандай да бір мақсат қойып, кейбір кісілер мысалы артық салмақ қосқан кісілер салмақ түсірем десе, арық кісілер мысалы салмақ қосам десе, бұларға уже өзгереді барлығы. Яғни салмақ қосу үшін негізгі ең ыңғайлы уақыт бұл аптасына 3 рет және 4 рет айналысу негізі. Ал егер уже бұдан адам өзіне бір жағымды результат көрмей жатса, ары қарай неме болмай жатса, онда бұл керісінше көбейту керек уақытта. Кардио нагрузканы көп қосу керек. Кардио жаттығулар, яғни бұл жүгіру, велосипедпен жүру, мысалы велодорожкалар бар, беговой дорожкалар бар жүгіретін. Солардың барлығын уақыттарын ұзарту керек, онда арылғай уже шешілетін болады. Салмақты бір қосып, бірден
тастаған кезінде дене созылатындығы анық, яғни тері жыртылып кетеді. Енді былайша айтқан кезде қазіргі таңда растяжка деп айтып отырмыз. Осы тұста мысалға оны үй жағдайында қалайынан қалпына келтіруге болады. Мысалға созылып кеткен теріні қайтадан қалпына келтіре аламыз ба? Созылып кеткен теріні негізгі қараңыз, салмақ түсірудің негізгі екі мақсаты бар. Болады, қазір көбі қателесіп жатыр, аяқ астынан бір айдың ішінде жүдеймін дейді, мысалы келеді, келмейді емес, барлығы. Бұл өте зиян, біріншіден ағзаға. Екіншіден, салмақты түсіру ол ай сайын, апта сайын қойылатын мақсат болады. 100 килограмм болса, бір айда 80 килограмм болуы мүмкін, бірақ бұл организмге, ағзаға кері әсерін тигізеді. Яғни бұл өт тас жолдарда аурудан алып келуі мүмкін. Салмақ түсіру үшін адам тамақ ішпейді мысалы. Ол кезде уже асқазан ойық жараларын алып келеді. Неше түрлі гастриттер бар, әртүрлі қабын аурулар соларын алып келеді. Бұл өте зиян. Ал именно осы тері созылуларына келетін болсақ, негізгі массажды қимылдар арқылы теріні қалпына келтіруге болады. 100% қалпына келтірмесе де бір жақсартуға болады. Тамаша. Жаттығу барысында буындардың тартылып қалатын кезде, яғни сіңірдің тартылып қалатын кездері болады. Осы тұста біз қалай өзімізге өзіміз алғашқы көмекті көрсетеміз? Тартылып қалу бұл негізі ағзаға су жетпеу әсерінен болады. Яғни бұл кезде біз адам жаттығу жасаған кезде терлейді ғой. Бұлшықеттің арасындағы барлық су организмнен шығып кетеді, сондықтан бұлшықет тырысып тартулар болады. Бұл кезде біз міндетті түрде бірінші местный аймақтық қан қысымын жоғарылату керекпіз. Бұл кезде тартылған аймақты сықылау, уқалау, шымшу арқылы қалпына келтіреміз. Негізгі осы 3 қимыл арқылы. Содан кейін жаттығу кезінде міндетті түрде және айтқаныңыз бар, тартылу. Ол неге болады мысалы? Су қалыпты мөлшерде шығып отыру керек. Жоғалтқан сумен терімен шығатын қалыпта қайтадан түсетін суды қалпына екеуі бір балансты болу керек міндетті түрде. Жалпы көрермендерге қандай кеңесіңізді бересіз осы тұста? Фитнеске қатысты өзіңіздің кеңесіңіз қандай? Негізгі кеңесім жаттығумен айналысыңыздар. Бұл әр адамның өз ағзасына бір міндетті түрде бір көмегін тигізеді. Денсаулықтарыңызды қалпына келтіріп, фитнеспен айналысыңыздар. Енді біздің көрерменге айтар таңғы жылы лебізіңіз болса, мархабат. Ал енді Семей халқы барлықтарыңызға еліміз тыныш, жұртымыз аман. Алда келе жатқан жаңа жылдарыңызбен барлықтарыңызды тәуелсіздік мейрамымен 16 желтоқсан барлықтарыңызды құттықтаймын. Рахмет. Сізге де келгеніңізге көптен көп рахмет. Санада жүрген сан түрлі сауалдың жауабын таптық деген ойдамыз. Тек қана біз емес, біздің көрермендерімізге де пайдалы ақпараттар болды деген ойдамыз. Еңбегіңізге табыс тілейміз. Көптен көп рахмет.